Кезде машиналар кетіп қалады. И самая лучшая идея записывать видео вдоль дороги, потому что много машин проезжает. Для зрителей это плохо. Газ братан жерге кетейін. Вот автобус. Ой, да. Тут уже потише, здесь двор. Еще футбол ойнап, бүгін дене ауырып жатыр. Жестко құладым кеше. Біреудің кесірінен. Про акцию, которая проходит каждый день и уже очень долгое время. И оно будет, не знаю, точно не скажу, сколько будет продолжаться, потому что я не знаю, когда она закончится. Акция для всех. Принимайте участие. Қалқоймаңдар. Өте пайдалы акция. Қазір детальдарын айтып беремін. Так уже лучше. Ну, андайды білесіңдер ғой, екі жақта да адамның екі иығында періштелер отырады, солар жазып отырады адамның істеген. Егер адам бір жақсылықты ойласа, бір жақсылық істеуді, онда оған бір сауап жазылады екен. Как будто бұл сол затты істеген сияқты. Егер сен жаңа ойлаған затты іске асырсаң, саған мынаны көмектесіп жіберейін деп барып көмектессең, саған 10 есе жазылады екен. Сен бір адамға емес, 10 адамға көмектескенде болып жазылады екен саған. Енді жаман зат туралы. Егер жаман затты ойлайтын болсаң, онда саған ештеңе жазылмайды. То есть істеді деп жазылмайды, просто ойлады деп те жазылмайды. Ал егер сен оны істесең, онда саған бір ғана жамандық істеді деп жазылады. Получается, сен мына жақтан ойын да, сен істесең де, ойласаң да жақсы затты саған плюс жазылады. Ал егер сен жаман затты ойласаң, сен қашан соны істемейінше саған жаман зат істеді деп жазылмайды екен. Вот. Место поменяю. И ең қызығы, то, что я хотел сказать-то. Блин, я уже не помню, пока пересаживался. Вот, короче. Так, сейчас у нас 11 класс. Подготовка к ЕНТ. Что делаете? Что учить? Что делать? Короче... 1 hour later. Все, английский закончили. Кеттік обедчиміз. Обзор Honda-ға от 1 до 10. 10 из 10. Едем на вокзал. Акция туралы ұмытпадыңдар ғой, ә? Жақсылықты ойласаң 1 плюс жазылады. Істесең 10 плюс жазылады. Жамандықты ойласаң 0. Істесең минус 1. Күн батқанға шейін кешірім сұрасаң, онда 0. Всегда в плюсе. То есть вы всегда выиграете. Удачи!